Баршаңызға сәлем, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге баялдыдан жасалатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен жұмыртқа, баялды, панировочный сухари керек. Баялдыны жақсылап жуып, керек емес жерін кесіп алып тастаймыз. Одан соң жұқа қылып осылай ұзын жағынан турап шығамыз. Енді қуыруға 2 жұмыртқаны араластырып, баялымызды жұмыртқаға батырып аламыз да, панировочный сухариға батырып, барлығын дайындап аламыз. Ендігі кезекте қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, баялымызды 2 жағынан қызартып, қуырып алатын боламыз. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Укроп пен петрушканы майдалап тураймыз. Оның үстіне сарымсақты майдалаймыз. Майонез салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Баялыны алып, майонезімізді жақсылап, барлық жеріне жағып, қызанақ саламыз. Салат жапырағын кесіп саламыз. Осындай рулет дайындаймыз. Мінекей достар, біздің рулетіміз дайын. Сіздермен болған Динара. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.